жеңімпаздары Шет ауданы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясының мұғалімі Бөлкенбаева Айгерім Дәулетиярқызына жерге сөз бердім деп отыр. Айгерім Дәулетиярқызына 17 жылы облыстық жыл мұғалімі облыстық байқауының жеңімпазы атанған. Содан бері осы кісіні мен өзім біліп танып өте қуаныштымын. Осы жылы одан да жоғары деңгейден көтеріліп, жыл мұғалімі 21 жылдың жыл мұғалімінің осы кісі атауын алып отыр. Сондықтан осы бүгін іс тәжірибесімен бөлісіп, осы біздің жас мамандарға сөз айтса деп отырмын. Тыңдап тұрмыз сізді. Айгерім Дәулетиярқызы. Қайырлы күн, Гүлсім Шабданқызы және жас педагог форумына қатысушы әріптестер. Мен де сіздер сияқты жас маман болдым. Дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы Шет ауданының орталығындағы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназиясына орналастым. 15 жылдық педагогикалық өтілінен түйгенім, педагогтың басты мақсаты алтын белгі егерлерінің санын арттыру болмау керек. Басты мақсат ел қамын ойлайтын азаматтар тәрбиелеп шығару керек. Ол үшін не істей аламыз? Ол үшін білімді басқа ғана емес, жүрекке тоқытуымыз қажет. Еңбек жолымның алғашқы күндерінен-ақ үздіксіз ізденістемін. Нәтижесін бірден облыстық қайнар жастар сыйлығының лауреаты болуымен дәлелдедім. 2017 жылы Қарағанды облысының білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен жыл мұғалімі байқауында жүлдегер атандым. Облыстық үздік авторлық бағдарлама байқауында да жеңімпаз атанып, республикалық деңгейде 3-ші орынға ие болдым. Бұл додаға ұсынған жұмысым эссе жазып үйренейік авторлық бағдарламам болатын. Бұл авторлық бағдарлама республикалық ұлы дала мұрагерлері форумында ата-аналарға насихатталды. 2018 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының сараптамалық комиссиясының алдында қорғалды. Ал 2020 жылы әдістемелік құралым жарыққа шықты. Тізе берсем, жеткен жетістіктерімді айтып тауыса алмаспын. Алайда, соның ішіндегі ең салмақтысы биыл мен республика көлемінде үздік педагог атандым. Бұл жетістікті еленгендегі асқақ сезімімді сөзбен жеткізу мүмкін емес шығар сірә. Сондықтан әр ізденімпаз педагог өзі сезінсе екен деймін. Әр ізденімпаз педагогтың бағына бұйырса екен деймін. Аталған ерен жолда мені қолдаған Білім және ғылым министрлігіне, білім басқармасына, Қарағанды облысының барлық білім беру ұйымдарына, мектебімнің ұжымына, ең бастысы отбасыма шексіз алғысымды білдіремін. Құрметті жас мамандар, сіздердің де үздік педагогтар қатарынан көрінулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Айгерім Дәулетиярқызы.